Футбол алаңындағы өлім. Астанадағы Достық арена спорт залында 29 жастағы жігіт ойын кезінде қақпаның астында қалып қайтыс болды. Оқыс оқиғаны қазір полиция тергеп жатыр. Мән-жайды Гүлвира Сейтенова баяндайды. Бейне бақылау камерасындағы бұл кадрларда жас жігіттің ойын кезінде қақпа маңдайшасына асылып тұрып, екі аяғын көтеріп айналмақ болғанда үстіне қақпа құлағаны анық көрінеді. Оқыс оқиға кеше түстен кейін болған. Сағат 16:48-де жедел жәрдем бекетіне спорт залда ер адам ес-түссіз жатыр деген хабар келген. Дәрігерлер жеткенше ол қайтыс болды. Бригада келу барысында анықталды. Сол жерде жүрген футбол ойынына қатысушылар сол жедел жәрдем бригадасы келгенше жаңағы жарақаттанған азаматты темір қақпаның астынан өздері алып шыққан. Өкінішке орай ол жерде жарақат өмірге сәйкессіз болуына байланысты өлім жағдайы туындаған. Сондықтан мәйіт полиция қызметкерлеріне берілді. Достық арена залының есігі бүгін құлыптаулы. Әдетте сағат таңғы 10-нан басталатын ойындар тоқтатылған. Ойын залында балалар да, ересектер де доп тебеді. Қайғылы оқиға болған аренаны иесі жалға алып отыр екен, ал ғимараттың қожайындары бұл жайт туралы айтудан басын ала қашты. Қақпаның қаншалықты берік бекітілген және қате кімнен кеткенін қазір полиция анықтап жатыр. Футбол алаңында ер адамның қайтыс болуына байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Алдын ала мәлімет бойынша қайғылы оқиға ойын барысында орын алған. Ол қақпаның жанында тұрып, қолымен маңдайшадан ұстап асылған кезде қақпа аударылып кетіп, оны басып қалған. Оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тергеу шаралары жүргізілуде. Ал қауіпсіздік техникасы жөніндегі мамандар қақпаны белтемір ретінде пайдалану өрескел қате дейді. Қақпа нық бекітілгенмен оған асылған адам құлап жазым болуы мүмкін. Спорт залда қақпан нақты жерге бекітілу керек. Ол спортивный инвентарь емес, онда тек қана допты ұстайтын өзінде сеткасы бар, соған арналған ол. Ана жаңағыдай секіріп, турник ретінде тартуға болмайды. Адам үстіне қақпа құлау оқиғасы елімізде бірінші рет болып тұрған жоқ. 2009 жылы Ақтөбеде 7 жастағы бала, ал 2023 жылы Ақтауда 16 жастағы жасөспірім темір қақпаның құрбаны болды. Бұдан бөлек Қостанайда, Теміртау және Ақтауда ойын баласы ауыр қақпаның астында қалып жарақат алған. Гүлвира Сейтенова, Нұғман Әбілдаев, 7 арна.